Алихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейімізде алғаш рет ұйымдастырылып отырған дәстүрлі түлектер кубогы өз бастауын алды. Түлектер кубогы 2022 жылғы волейбол турнирін лицейіміздің директоры Есмағамбетов Аррат Мылтықбаевич салтанатты түрде ашты. Түлектер, сіздерді бүгін біздің мектеп қабырғасына көргенде қуаныштымын. Енді қазіргі уақытта өз өмірдің өзгеруіне байланысты осындай шағын жиналып тұрсыздар, бірақ бұл үрдіс ары қарай жалғасын тауып, жылдан жылға команда саны көбейеді деген ойдамын. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Келіп, біздің мектептің өзгерістерін, прогрессиясын көріп, қарап отыруларыңызға тілектеспін. Құрметті жарыс қонақтары, Шахтинск қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Жүнісов Анарбек Ахметович және Қарағанды облысы бойынша бұқаралық спортты жастар спортын дамыту орталығының басшысы Аршкенов Рустам Сайрамович. Бұл турнирді өткізудегі басты мақсат аға буын мен кейінгі жас буынның арасындағы сабақтастықты нығайту. Спорт волейбол түрлі жарыстарымыз жақсы деңгейде өтіп жатыр. Бұл енді жақсы бастама. Үлкен зор маңызы бар. Жәнелікте өздердің ата-бабамыздың келе дәстүріне де байланысты, мекенге құрмет, кішіге ниет деген сияқты. Осы істеріңізге сәттілік тілеймін. Және мектеп бітіріп кеткен түлектеріміз қазіргі таңда әртүрлі мекемелерде өз еңбектерін жасап жүр. Сол жастарға бүгінде өздері білім алған мектептеріне келіп, оқушы кездерін еске алып, оқушы шаққа саяхат жасату болды. Түлектер, бүгінгі жарыс өте тамаша болды. Мені бүгін біз куәміз. Осы бүгін финалға шыққан балаларға тек көптен көп рахмет. Алда осындай дәстүрлі турнир болады деп сенемін. Рахмет. Түлектер кубогы 2022 жылғы волейбол турнирінің үздік ойыншысы Еркінбек Ақбұлан атанса, үздік қорғаушысы Нарбаев Ержан, ал үздік байланыстырушысы Хафай Мади. Үздік шабуылдаушы таңдалымына Қуанышев Алдияре болды. Ал жарыс нәтижесі бойынша бірінші орын 2013 және 2014 жылғы түлектер, екінші орын 2021 жылғы түлектер, ал үшінші орын жас түлектер. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері кубок және медаль және бағалы сыйлықтармен марапатталынды.